Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медеев Нұрдәулет. Біздің өтетін тақырыбымыз электр тоғымен зақымдану қаупі бойынша үй-жайларды жіктеу. Электр қондырғы ережелері бойынша электр тоғының соғу дәрежесі бойынша үй-жайларды біз 3 түрге бөліп қарастырамыз. Қауіптілігі жоғары емес, қауіптілігі жоғары және де аса қауіпті. Бөлмені белгілі бір шарттар арқылы белгілі бір түрге жатқызу. Қауіптілігі жоғары емес үй-жайларға тұрмыстық, әкімшілік ғимараттар жатады. Бұл үй-жайларда қауіптілігі жоғары ғимараттардың және аса қауіпті үй-жайлардың белгілері жоқ. Жалпы қауіптілігі жоғары үй-жайлар үшін бұл ауаның ылғалдығы 75%-дан жоғары, қоршаған ортаның температурасы 35 градустан асатын, тоқ өткізгіш шаңның болуы, тоқ өткізгіш едендердің болуы, ғимараттың аппараттың жермен қосылған механизмнің және электр жабдығының өткізгіш бөліктерінің өткізгіш конструкцияларына бір мезгілде жанасу мүмкіндігі. Жалпы аса қауіпті үй-жайлар үшін қауіптілігі жоғары тізбеден 2 шарттың болуы, аудандағы ауаның ылғалдылығы 100%, химиялық немесе биологиялық ортаның болуы. Қауіптілігі. Ауаның жоғары ылғалдылығы үй-жайларды конденсатпен, тамшылармен толтырады. Олар жиналып электр қондырғыларына еніп, өткізгіш бөліктерді жаба алады. Оның ішінде ылғалдылық адамның электр тоғына төзімділігін төмендетеді. Өткізгіш шаң сымдарға түсіп, сымдарды жабатын жолдар жасайды. Сол кезде оқшаулау бұзылады. Шаңды қолы бар адам таза құрғақ қолдарға қарағанда электр тоғын жақсы өткізеді. Мына суретте көріп тұрғандарыңыз өткізгіш шаңның сымдарға түсуі. Бөлмелердің жіктелуі. Бөлмелер оқшаулаудың кебуіне, оның бұзылуына әкеледі. Адамда терлеу пайда болады және электр тоғының соғу қаупі артады. Ылғалдың салдарынан көгеру пайда болуы мүмкін. Бөлмелер электр жабдықтарының оқшаулау қасиеттерінің нашарлауына байланысты қауіпті болып келеді. Бөлмелерде еден жақсы өткізгіш бетон, плитка, кірпіш, жер немесе электр тоғын өткізбеуі мүмкін. Өндіріс ерекше орын алады. Онда жарылыс қаупі бар шаң ауаға түседі, ол белгілі бір концентрацияға жетіп, жарылыс тудыруы мүмкін. Бұл өртке әкеледі. Жабдықты оқшаулаудың нашарлауына әкелетін зиянды факторларды азайту үшін желдету, жылыту жүйелерін жетілдіру қажет. Өндірістік процестерді қауіпсіз бағытқа жаңартуымыз қажет.